Шымкентте жоғары қуатты трансформаторларға зертханалық сынақтар жүргізілуде. Отандық өнімдер өткен жылдың аяғында іске қосылған. Азио Трафо кәсіпорнында жасап шығарылған. Бұл зауыт Қазақстанда теңдесі жоқ өндіріс орны саналады. Мұнда қуаттылығы 110 киловаттан 500 киловаттқа дейінгі кернеу диапазонындағы трансформаторлар дайындалады. Зауыттың құрылысы осыдан 2 жыл бұрын Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстанның даму банкінің қаржыландыруымен жүзеге асқан болатын. Жоғары вольтты трансформаторлар жасайтын Азия Трафо зауытының құрылысымен іске қосылуы Қазақстан үшін бірегей оқиға. Әрі еліміздің электротехникалық саласын дамытуда зор маңызға ие. Кәсіпорынның алғашқы өнімдері зертханалық сынақтан өткен соң қазақстандық тапсырыс берушілерге жөнелтіліп, кейіннен тәуелсіз мемлекеттер достастық елдеріне экспортталады деп күтілуде. Қазір Ресейдің өзінде көп сұраныстар келіп жатыр. Біз енді оларға жауап беріп жатырмыз. Осының екінші жылдың ортасынан Ресейден алғашқы заказдар түседі деп ойладым. Қазір Тәжікстанға да 4 трансформаторды есептеп бердік. Өзбекстан бар, Түркмения бар, Қырғыз бар. Олармен бәрі келіп завод көрді. Оларда қазір тапсырыс берейін деп отыр. Жоба бизнес пен мемлекет арасындағы тиімді ынтымақтастықтың жарқын мысалы болып табылады. Зауыт еліміздің индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде салынды. Қазақстанның даму банкінен көлемді қаржы алған кәсіпорын қаражатты құрылыс монтаждау жұмыстарына пайдаланып, Еуропаның жетекші өндірушілерін технологиялық жабдық сатып алған. Жобаның жалпы құны 18,9 миллиард теңге сомасын құрады. Оның ішінде 8,7 миллиард теңге Қазақстанның даму банкі берді, және банктың еншілес ұйымы 5,9 миллиард теңге берді, ол БРК лизинг компаниясы. Жыл соңына дейін мұнда 30 трансформатор шығару жоспарда. Алғашқы өнім Шымкент пен Түркістан облысына қойылады. Ал зауыт жылына қуаттылығы жоғары 120 трансформатор шығаруға қауқарлы. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Хабар 24 Шымкенттен.